сәлем. Біз балабақшаның спорт зал кабинетіне арналған оформление жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай балалардың белін айналдыратын осындай дөңгелек қажет болады. Соның мен кішкентай көлемін алдым. Осындай 5 штукты осындай олимпиаданың белгісі ретінде бір-біріне скотч арқылы жалғап дайындап аламыз. Астына двойной скотчты жабыстырып, стенаға осылай жабыстырып аламыз. Енді осы әр дөңгелектің ішіне балабақша болғандықтан монтажный суреттер салатын боламыз. Енді осы әр дөңгелектің ішіне A4 форматтағы или өздеріңіздің дөңгелектеріңіз үлкен болса A3 форматтағы суреттерді салсаңыздар болады. Мен осындай суреттер шығарып дайындап алдым. Қан қоям, штанга көтеріп жатқан, доп теуіп жатқан суреттерді салатын боламыз. Сонымен қатар мына төменде бос тұрған орындарға сурет салатын боламыз. Сурет салмау маңызды емес, осындай қылып үлкен көлемде сурет шығарып аламыз. Описанияға ондай суретті қалай шығару керектігін ссылкасын тастап кетемін. Осылай бастырып, жиектерін ішін өзіміз жалғастырып салып жіберетін боламыз. Жаңағы дөңгелектердің ішін биік болғандықтан оны ПВХ материалынан қиып, бояп жабыстыратын болып шештік. Оның да қалай жасалу жолы үйірмесіне арналған оформлениеде көрсетілген. Оның да ссылкасын осы описанияға қалдырып кететін боламын. Міне осылай жиегін бастырып алып, ішін суретке қарап, бірінші карандашпен салып аламыз. Дене шынықтыру кабинеті болғандықтан дене шынықтыруға қатысты заттарды салатын боламыз. Колер мен акрил краскасын араластырып, осындай өзімізге қажетті түстерді шығарып алып, стенаны да, ПВХ материалын да осылай бояп шығатын боламыз. Менің оформление туралы видеоларымды көрсеңіздер, акрил краскасын, колер краскасын қалай араластыру керектігі видеоларында көрсетілген. Оны да описанияға қалдырып кететін боламын. Осылайша бәрін бояп шығып, жиегін маркер арқылы контурлайтын боламыз. Осылайша үйдің де стенасына өзіміздің қалауымызша оформление жасап алсақ болады. Міне ПВХ материалдан бағанағы A4 форматтағы суреттерді шығарып алып, оны да колер мен акрил краскасымен бояп дайындап алдық. Енді осыны ыстық клей арқылы дөңгелектердің ортасына орналастыратын боламыз.
Міне барлық суреттерімізді орналастырып алдық. Осындай әдемі, ерекше, басқаша оформление дайын болды. Осылай өз қолдарымызбен оформление жасап үйренсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Мені қолдап, комментарий жазып, лайк қойып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы